Құрметті Алматы қаласының тұрғындары және қонақтары, сіздерге ағымдағы жылдың, яғни 2025 жылдың сәуір айының 19 мен мамыр айының 19 аралығында қауіпсіз жол атты профилактикалық іс-шара өткізіліп жатқанын хабарлаймыз. Аталған іс-шараның басты мақсаты жол қозғалысына қатысушылардың жол жүрісі ережелерін қатаң сақтауы, жол көлік оқиғаларын болдырмау, сондай-ақ заңсыз қайта жабдықталған көлік құралдарын, техникалық жағдайы мен құрылысы, жол қозғалысы қауіпсіздігінің белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін автобустар мен таксилерді пайдалануға тыйым салуға шаралар қабылдау болып табылады. Аталған іс-шара барысында Бостандық ауданы әкімшілік полиция бөлімі қызметкерлерімен сондай құқық бұзушылықтар анықталып, аталған жүргізушілерге тиісінше әкімшілік хаттамалар толтырылып, көліктері айып тұрақтарына қойылды. Жолдағы қауіпсіздікті сақтау тек полиция қызметі емес, жалпыға ортақ міндет.